Қойдың құйрық майын қазіргі жастар жей бермейді. Бірақ мен айтқан пайдалы ақпараттардан кейін сіздің ойыңыз өзгеруі мүмкін. Қойдың құйрық майында А және Е витаминдері құрамында бар, В дәрумендері өте көп, минералды цинк, магний, синел сияқты, амин қышқылдары сияқты минералдар бар, өте бай болып келеді. Бұл біздің өтіміздің жақсы жұмыс жасауына, оның дұрыс бөлінуіне, холестериннің бөлінуіне, гормондардың бөлінуіне пайдасы бар екен. Оны біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз. Қазіргі таңда айтып жатады ғой, оны майды жесек семіреміз, бауырымызға зиян деп жатады. Жоқ, керісінше пайдалы. Қазіргі магазиндегі майлардан қарағанда қойдың құйрық майының пайдасы біздің ағзаға өте пайдалы екенін қазір нутрициолог, диетолог дәрігерлер де дәлелдеп зерттеп жатыр. Оны даже мына шет елдерде, Америкаларда да уже дәлелдеп біздің қазақтың қарапайым қойдың құйрық майының құрамын анықтап жатыр екен. Мен оны естіп, мен өте риза болдым. Өтіміздің яғни дұрыс жұмыс жасауына құйрық майдың пайдасы бар дедім. Өйткені өт дұрыс жұмыс жасаса, холестерин дұрыс бөлінеді екен. Холестериннің, гормонның анасы холестерин болып табылады. Біздің қазір бүкіл почти 90% адамдарда гормональный нарушение, нехватка витаминов деп жатады ғой. Осылардың бәрі бізде дұрыс өттің бөлінуі, холестериннің дұрыс бөлінуі, дұрыс тамақтану, соның бәріне әкеліп тұрады екен. Сондықтан рациондарыңызға құйрық майды қосыңыздар, құйрық майды жеңіздер. Пайдасы өте жақсы екен. Өтіңіз жақсы жұмыс жасаса, холестериніңіз дұрыс бөлінеді. Холестерин дұрыс бөлініп, өзінің нормасымен қызмет жасаса, гормондар жақсы жұмыс жасайды. Гормондар жақсы жұмыс жасаса, біздің кожаларымыз увлажненный болып, әдемі болады. Тырнақ, шаш, бүкіл органдар гормондармен жұмыс жасайды. Сол себепті осы құйрық майдың пайдаланыңыздар. Құйрық майдан алынған витаминдеріміз біздің ағзамызға таптырмас ем екенін ұмытпаңыздар. Аналарымыз, әжелеріміз бұрынғы кезде қойдың қалай құйрық майын шыжғырып бізге ұсынған болатын. Оның бәрінің пайдасын білген ғой. Сондықтан күнделікті тамақтарда қойдың құйрық майын жеуге кеңес беремін.